Кез келген қалада қорқынышты, мистикаға толы жерлер бар. Бүгін біз Алматы қаласындағы ең қорқынышты жерлерге шолу жасаймыз. Психикасы әлсіз адамдарға, жүкті әйелдер мен балаларға бұл видеоны көруге кеңес бермейміз. Ал қалғандарын Рилнар арнасында қош көрдік, дисплейден алыстамаңыздар. Ескі әскери госпиталь. Ғимарат өткен ғасырдың 40-шы жылдардың соңында құрылған. Госпиталь 3 қабаттан тұрады. Жалпы ауласымен санағанда 27 гектар жерде орналасқан. Аталмыш госпиталь арнайы Ұлы Отан соғыс ардагерлері мен мүгедектер үшін тұрғызылған. Ал кейіннен мұнда ауған соғысының ардагерлері де емделген екен. 2010 жылы болған жер сілкінісінің салдарынан ғимарат шатыры қирап, госпитальді босату шешімі қабылданған. Десек те жұрттың айтуы бойынша жер сілкінісінен де басқа да себептер жетерлік. Мысалы, жұмысшылар госпитальдан барлық заттары мен құжаттарын тастап қашып кеткен. Кейбіреулері белгісіз нәрседен қашып, ғимарат ішінде жасырынбақшы болған. Жергілікті тұрғындардың айтуы бойынша ғимарат ішінде елестер мекендейді екен. Госпиталь күзетшілері де бұл жерде бір тылсым күш бар екенін айтып жүреді. Қазіргі таңда бұл ғимаратты қолға алатын адам табылмапты. Госпитальді қайта жұмысын бастайды деген сыбыстар болғанымен, ескі ғимараттың айналасында түрлі мистикалық әңгімелер мен теориялар қаңғып жүр. Медеудегі бос тұрған үй. Аталмыш үй туралы ел ішінде көптеген қорқынышты әңгімелер кеңінен тараған. Бұл үй 2 қабаттан тұрады. Үйдің астында жел төле орналасқан. Жұрттың айтуы бойынша, бұл болашақ мейрамхана болады деп жоспарланып салынған ғимарат екен. Жұмыс барысында құрылысшылар неше түрлі тылсым қиындықтарға тап болған екен. Мысалы, түнде ұйықтап жатқанда белгісіз дауыстарды естіген, ал кейбіреулері елестерді өз көзімен көргенін айтады. Құрылысшылар қорыққанынан жұмысын аяқтамай, бұл жерден асығыс қашып кеткен екен. Ал келесі әңгімеге жүгінсек, бұл үйдің ішінде бір отбасыны өлтіріп кеткен екен. Солардың әруақтары тыным таппай, үйдің ішіне ешкімді кіргізбейді екен. Түн орнағанда үйдің 2-ші қабатынан жан түршіктірер дауыстар естіліп жатады дейді. Ал біреулер жай қаражаттың жетпей қалғанынан бұл үй аяқталмай қалған деп айтады. Бірақ ондай болса, неге басқа біреулер сатып алмаған? Неге осы күнге дейін үй аяқталмай қараусыз тұр? Қапшағай трассасындағы құбыжық. Жыл сайын бұл трассада көптеген көлік апаттары болып жатады. Біреулер бұл трассаның орнында бұрын мазарат болған дейді. Бұл трассамен түнде жүретін жүргізушілер жол шетінде ақ киімді бір қыз такси ұстап тұратынын айтады. Егер оны көрсеңдер, алды-артыңа қарамай қашу керектігін ескертеді. Ол қыз бұрын осы трассада күйеуімен жол апатына ұшыраған дейді. Ол қыздың күйеуі тірі қалғанымен өзі осы жерде жан тапсырған екен. Сондықтан ол қыздың елесі күйеуін күтіп, жол шетінде көліктерді тоқтатып тұрады дейді. Тағы бір оқиға бір жүргізушінің, яғни дальнобойщиктің басынан өткен. Ол кісі бір күні Қапшағайға қарай іс сапармен жол тартып бара жатқан. Жолдан ешкімді алмайтын темір қағидаларды ұстанатын жүргізуші бұл жолы өзін не күтіп тұрғанын сезбеген де болар. Сонымен қараңғы түсіп қалған кез трассамен басып келе жатып, жолдың қақ ортасында тұрған бір қызды көреді. Шошығанынан тормозын барынша қатты басып, жүк көлігін әрең дегенде тоқтатып үлгереді. Ашуланған ол терезесін түсіріп, «Әй, сен қыз, есіңнен адасқансың ба?» деп айқайлайды. «Мен мұнда 1 сағат болды тұрғаныма, ешкім тоқтамайды. Мені үйге жеткізіп тастаңызшы», деп қыз өтініш білдіреді. Өз қағидаларына берік дальнобойщик ол қызды алғысы келмейді, бірақ қыз көзіне жас алып жалына бастайды. Оны көрген дальнобойщик
жарайды деп көнеді. Бір жағынан оның үйі де қатты алыс емес екен. Кабинаға қара шашты, сымбатты келген қыз жайғасады. Қолында пакеті бар. Қолдарын пакетке салып, ішінен қағазға оралған тандыр нанды шығарады. Аға, ауыз тиіңіз, өзім пісіргенмін, деп қыз дальнобойщикке нанды бөліп береді. Еш нәрседен күдіктенбеген дальнобойщик нанды жеп алып, қызым, ауылыңның аты қандай еді деп сұрайды. Қыз кішкене ойланып, қорқыныш деп жауап береді. Бұл трассамен талай жүргем, бірақ мұндай ауылды бірінші рет естіп тұрмын, дейді жүргізуші. Қыз оған, біздің ауыл кішкентай, көбісі біле бермейді, деп жауап береді. Қорқыныш деген атауға мән бермеген жүргізуші жолға қарап кете береді. Сағат түнгі 12. Бұл трассада түнде бір қыздың әруағы тұрады. Аяқтың орнына тұяқтары бар. Естіп бедіңіз? Деп қыз дальнобойщикке қарап сұрайды. Дальнобойщик оған, жоқ қызым, мен ондай нәрселерге сене бермеймін, деп жауап қатады. Бірақ менде тұяқ жоқ, қараңыз, деп күле бастайды қыз. Жүргізуші мұны түсінбей, не айтарын білмей қалады. Қыз теріс қарап, үндемей қояды. Кенеттен жүргізушінің көзі қыз жақтағы боковой зеркалаға көзі түседі. Қараса, кабинада өзінен басқа ешкім жоқ, қасындағы орын бос. Қыз айнада көрінбейді. Жүргізушінің бойын үрей басады. Бірақ қызға түр білдірмеуге тырысып, жүргізуші жол бойымен жүре береді. Не істеуге болады деп қорқыныштан жүрегі тамағына тақалған жүргізуші жаймен жылдамдықты түсіре бастайды. Қызым, артқы дөңгелектің желі шығып жатқан сияқты. Түсіп қарап келесің бе? Мен түсейін десем тізем ауырып тұр. Кейін кабинаға көтерілуім ауыр болады, дейді қызға. Жарайды ағатай, дейді қыз. Көлік тоқтағаннан кейін қыз есікті ашып, түскісі келмей отырып қалады. Ол басын бұрмай күле бастайды. Күлген сайын дауысы адамдыкіне ұқсамай барады. Қыздың денесі өзгере бастайды. Тырнақтары ұзындап, денесіне жүн шыға бастайды. Мен қазір кабинадан түссем, мені тастап қашып кетпекшісің бе? Саған дейін мені талай тастап қашып кеткен. Айтпақшы, мен пісірген нан саған ұнады ма? Жүргізуші қағазға оралған адамның құлақтарын көреді. Құбыжық қайтадан күле бастайды. Жүргізуші бар күшімен құбыжықты теуіп, оны кабинадан ұшырып түсіреді. Есікті тез жауып, зытады. Спидометр 100-ге жетіп қалған. Айнаға қараса артынан тұяқтарын сыңғырлатып, құбыжық жүгіріп, қуып келе жатыр. Айнаға қайта қараса ешкім жоқ. Құтылдым-ау деп жылдамдығын азайта бастап, жүргізуші кішкене өзіне келеді. Бір кезде жолдың ортасында бағанағы құбыжық тұр. Оны көрген жүргізуші айқайлап, жолдан шығып кетеді. Көлік ұшып барып ағашқа соғысады. Жүргізуші қараңғы түнекте оянады. Сырттан біреудің келе жатқан дыбысы естіледі. Дальнобойщик сасқанынан не істерін білмей, көлігін оталдырмақшы болады. Пайдасыз. Құбыжық терезені бұзып, жүргізушінің жағасынан ұстап, сыртқа қарай лақтырып жібереді. Ет бетімен құлаған жүргізуші есін жинайын десе үстінде құбыжық отыр. Ол соңғы әлмен еңбектей бастайды. Құбыжық үстіне отырып алып айқайлап күледі. Уақыт тоқтап қалған секілді, бұл сұмдық бітер емес. Сосын құбыжық үстінен секіріп түсіп, дальнобойщикке ұзақ қарап тұрады. Дальнобойщик тізерлеп тұрып, еңіреп жылап жібереді. Бұл саған сабақ болсын, деп құбыжық оны арқасынан соғып, жерге құлатады. Ол соққыдан дальнобойщик есінен талып қалады. Оянса емханада, палатада жатыр екен. Қасында бала-шағасы отыр. Біраздан соң палатаға тергеуші кіріп келіп, болған мән-жайды сұрай бастайды. Дальнобойщик жындыханаға тығып жібермесін деп, жай апатқа ұшырағанын айтып бастағанда, тергеуші оған, мен бәрін білемін. Сіз сол қызбен жолықтыңыз ғой, дұрыс па? Деп сұрайды. Дальнобойщиктің көзі шығып кетейін деп, сен қайдан біліп қойдың?
ол сізге белгі салып кетіпті. Ондай белгі менде де бар, деп жауап береді тергеуші.